Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздік бесігінде тербегелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан етек-жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдында дербес саяқты ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. Еліміз өңірге ғана емес, әлемге танылды. Дүниедегі күллі елдермен байланыс орнатып, тереземіз баршын мемлекетпен теңесті. Бұл да сол тәуелсіздіктің жемісі. Ендеше егемен ел атанған Қазақстан үшін қандай да болмасын мерекенің, мейрам мен тойын атасы тәуелсіздік күні екені белгілі. Толыққанды мойындалған мемлекет ретінде өмір сүріп жатқанымызға 29 жыл. Сол жылдар ішінде елдіктің іргетасы сапалы қаланды. Мәңгілік ел болу. Осындай ұлы мұраттарға ұмтылған жұрттың бірлігі бекем болса, тәуелсіздігі де тұғырлы болатыны анық. Біз ғасырлар бойы қаншама ұрпақтың арманы болып өткен тәуелсіздіктің, ұлттық мемлекет құру мұратының жүзеге асқан заманында өмір сүріп жатырмыз. Ендігі күні іргетасы сапалы қаланған мемлекетіміздің шаңырағы шайқалмай, тәуелсіздіктің тұғырлы туы мәңгіге желбірей беретініне күмән жоқ. Ендеше дәулеттер тәуелсіздігіміздің желбіреген күні құтты болсын. Қазақстан халқы сан ғасырлар бойы бабалар армандаған азаттықты алып, аңсағаннан қол жеткізді. Тәуелсіздік күніне биыл 29 жыл толып отыр. Тәуелсіздік күні құтты болсын!